Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Фариза. Бүгін осындай керемет болып шығатын қыстың күні қымбатқа сатып алмайсыз, жазда осылай жасап сақтасаңыз болады. Яғни бұл бізде қызыл бұрыштан жасалатын ащы приправа дайындайтын боламыз. Бізге керек осындай қызыл бұрыш, сарымсақ. Мен сарымсақтың бәрін пайдаланбаймын, 2 түп қана, және тәтті бұрыш пайдаланамыз. Алдын ала жуып тазаланған, туралған осы қызыл бұрыштарымызды, тәтті бұрыш, сарымсақтарымызды ет тартқыштан тартып алатын боламыз. Және ескеретін жағдай, міндетті түрде осындай қолбақпен жұмыс жасайсыздар. Себебі қызыл бұрыш өте ащы, сол себепті сіздің қолыңызды қыздыруы мүмкін. Соған байланысты міндетті түрде осындай медициналық перчаткамен жұмыс жасаймыз. Өткізіп болғаннан кейін тәтті бұрыштарымызды да 4 бұрыштілеп өткізуге ыңғайлы етіп осылай алдын ала дайындап қойдық. Бұны да жақсылап өткізіп аламыз. Мінекей барлығын өткізіп алдық. Енді осыны қызыл бұрыштың үстіне аударамыз. Дәл солай сарымсақты да ет тартқыштан тартып аламыз. Араластыруға оңай қылып үлкен ыдысқа салыңыздар. Мінекей енді біз осының үстіне 3,5 ас қасық тұз салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Және де сіз бір күнге қойып, ертесінен араластырсаңыздар да болады. Болмаса дәл солай бірден осындай кез келген ыдысқа салсаңыз да болады. Мен осындай 5 литрге салдым, одан қалғаны неге кішкентай посудаға салып қойдым. Кез келген ыдысқа сақтай берсеңіздер болады. Баклажкеге сақтасаңыздар да болады. Тоңазытқышқа, мұздатқышқа сақтай аласыздар. Қысқа жарайды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте қарапайым әрі тез жасалады. Қыстың күні сіз бұны қымбатқа сатып алмайсыз. Осылай жасап қойыңыз. Ас болсын, сіздермен Фариза. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, және қоңыраушаны басып қойыңыз. Менің каналымнан шыққан видеоларды жоғалтып алмас үшін. Міндетті түрде сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сау болыңыз.